Саба шарифіңіз хайырлы олсын, декабрінің 13-і Қырым-Ишғалінің 1385-ші күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışам. Илми Умеров вяқтымчы гос Путинге қаршы махкемеде дава ачажақлар Меджлис рейсінің муавинлері енді ариза азырлай, бұның себебі Қырымға кіріп уламағанларыдыр. Илми Умеров ватанға қайтмаға ясақ олғаныны ичбір вақыт қабул етмейжеклеріні білдірді. Илми Умеров яқтымчы гос азат етілмелерінен бағлы весеқа алмақ үшін бір қач кере Русия президентінің мемориетіне мұражат еткеніділер. Кремль бойле мәліматының берілмесі мүмкін дегіл деп жауап қайтарды. Я хочу жить на родине, я хочу жить в Крыму. Теперь мы приняли решение подавать в суд на президента России, чтобы он ознакомил нас с текстом указа, на основании которого нас освободили. Владимир Балухның адвокатлары оңа берілген ЕВАПС жазасыны ләғу өттірмеге тырышачақлар шекейт ризалары бүгін Қырымның Ишғалжы юқары махкемесінде бақылажақ. Украина фали Владимир Балух СИЗОда аман-аман бір ел ятып, декабрінің бірінден башлап ЕВАПСыне ауыштырылды. Оңа евінден шықмақ, шатларынан қонышмақ ве интернет қоланмақ ясақтыр. Декабрның 14-інде Балухның давасыны Ақших район махкемесі бақажақтыр. Владимир Балух сағлығы финалашқаны ақында бүлдірді. Оның тебе ярдым мұражатыны махкеме редетті. Шат оларақ Қырымда Русия ФСБ елбасшысы Виктор Палагин ве махсус қызметінің да екі векелі келмегені себебінден махкеме олмады. Суд не обосновал в разрешении ходатайства стороны защиты о вызове и допросе генерала-лейтенанта Палагина. Поскольку у нас к данному сотруднику ФСБ есть масса вопросов, проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе вопросы, связанные с основанием проведения обследования помещения. Владимир Балух бір елі велсі яқаланды ФСБ евінде патрон ветратил сақлағанында қабатлай ақурчалай жылар еменлер кетутылмасының асыл себебі азбарында тіклеген Украина байрағы олы. Август айында махкеме Балухқа 3 ел ве 7 ай апыз жазасы ве пара жазасыны берді. Ләкин давасыны текрар бақылмасына йоллаған еділер бір автай велсесе оны СИЗО хадимыны ұрғанында қабатладылар. Тынтуф, қачыру апыз жазалары ве қинаулар. Кремль Қырым Ишғалінен разы олмағанларға қаршы бойлы тедбірлер алып бара. Бұл уақытта Украинадағы Америка Бірлескен Девлетлерінің елшісі Мария Иванович Америка евінде өз шығышында білдірді. Анда Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясының умуми инсан ақлары бейаннамесінің 70 жылығына бағышланған мерасим олып кечті. Российские спецслужбы развернули широкомасштабную кампанию запугивания для подавления любого несогласия с оккупацией. Их тактика включает убийства, похищения, нападения, исчезновения. Америка евіне давет етілген мұсафірлер сырасында Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Меджлис рейсінің муавинлері Илми Умеров яқтымши гозда барыды. Учуды сессия мабюс олғаны да олар еменлер Қырымдағы вазиет анчақ Қырым Украинаға қайтқан соң деңіше біле. Мы за несколько лет до оккупации шутили, что при Украине нам не светит сидеть в тюрьме, вот быть тем таким вот показательным борцом, как Мустафа Ага, потому что нас не посадят. И 10 декабря мы каждый год выходили и говорили о таких правах, как на землю, за язык, о чем мы сейчас говорим в Крыму. Нужно последовательно и масштабно везде информировать людей о том, что в каком состоянии оказался народ в оккупированном Крыму. Люди должны понимать, что у жителей Крыма в условиях оккупации нет будущего, не только у крымских татар.
Кырым-Татар Милли Мejlisi Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına resmi müracaatname yolladı. Böylece Rusiya yetinin qaytmasına yol bermeyecek olalar. Bu haqda Meclis reisi Rifat Çubarov öz Facebook sayfasında yazdı. Onun aytkanına göre Kreml geleceksini öz vekillerini Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına qaytarmak için Avropa siyasatçılarına buyuk tesir etti. Bu sebepten meclis bası prezidenti ve azad deputatlarına Avropa Şurasının yol başçılığına müracaat etmeye karar aldı. Rifat Çubarov muavini Ahtımçı Gos Meclisinin bu meselede olğan fikrini bildirmek için Strasburg'a baracağını aydınlattı. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Efirine sabah yayını devam etti. Atayırlı olunuz.